Қазақстанда жалақы. Шұғыл хабарлама. Бұл туралы информбюро ақпарат таратты. Орташа жалақы төмен өңірлер қатарында Жетісу, Солтүстік Қазақстан облысы бар. Қазақстан бойынша жалақысы төмен салалар мен өңірлер анықталды. Бұл туралы стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің төрағасы Әсет Ерғалиев мәлімдеді. Республика бойынша Қарағанды ауыл, орман және балық шаруашылығындағы жалақы 47,3%-ға, сумен жабдықтау, қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет 40,7%-ға, өнер, ойын-сауық және демалыс 40,4%-ға төмен делінген ақпаратта. Сонымен қатар орташа айлық жалақы республикалық деңгейден әлдеқайда төмен өңірлер бар. Биыл бірінші тоқсан қорытындысы бойынша Солтүстік Қазақстан облысында жалақы орташа республикалық деңгейден 29,2%-ға, Жетісу облысында 27,7%-ға төмен болды делінген ақпаратта.